Сәлем достар, бүгін біз дәмді және оңай дайындалатын алма бәлішін дайындаймыз. Өте дәмді, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін 3 жұмыртқаға 180 грамм қант қосып, араластырамыз миксермен 2 есе ұлғайғанша. 100 грамм сары май қосамыз, ерітілген. 250 грамм кефир қосамыз. Араластырамыз. Енді 1,5 шай қасық разрыхлитель қосамыз. 200 грамм ұнымызды електен өткізіп қосамыз. Венчикпен немесе силикон қалақшаның көмегіменен ақырындап араластырамыз. Ұн түйіршіктері қалмауы керек. Алмаларымызды тазалап, турап аламыз, видеода көрсетілгендей. Қамырымыз қою болады. Формамызға 24 сантиметрлік диаметрі. Қамырды құйып, формаға үстіне алма теріп шығамыз. Егер сливаларыңыз болса, оны да қоссаңыздар болады. Араластырып, дәмі қышқыл болып, өте керемет болады. 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Піскенін зубочисткамен тексереміз. Егер зубочисткамыз құрғақ шықса, демек піскені. Біздің пирогымыз дайын, өте дәмді, керемет, шайға үйлесімді кетеді. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер, кеңес беремін. Отбасыларыңызға ұнайды. Менің видеом ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз. Назарларыңызға рахмет.